Ассалаумағалейкум, барлықтарыңызға сәлем. Менің атым Нұрлан, қасымда досым Досбол. Екеуміз бүгінгі видеоны сіздерге дайындап жатырмыз. Бұл кіріспе видео, кішкене ғана сұрақтар өзімізге дайындап алғанбыз, сол сұрақтарға жауап беруге тырысамыз. Ең бірінші не өтеміз? Төсеке, қандай курс өтейін деп жатырмыз, қандай сабақтар өтейін деп жатырмыз? Біздің өткіміз келіп жатқан нәрсе программалауды нөлден бастап жұмыс жасауға қабілетті деңгейге дейін үйрету. Яғни, егер барлығын жақсылап тыңдап, үй тапсырмалары жасалып, содан керекті нәрселер үйренілсе, сіз міндетті түрде жұмыс істеуге жеткілікті деңгей алып шығу керексіз. Осы біздің результатымыз болады, сіздің және біздің. То есть, осы видеолар сериясын толық қарап шыққан адам, басынан аяғына шейін қарап, берілген үй тапсырмаларын орындап, экзамендерді жақсы тапсырып шықса, жұмысқа тұруға деңгей жетеді. Дұрыс па? Өте дұрыс, Жақсы. Себебі біз оны өзіміздің тәжірибемізге және басқа осы уақытқа дейінгі жинаған білімімізге сүйеніп айтып отырмыз. Себебі біз не керек жұмысқа тұруға, қандай деңгей керек, соны білеміз. Былайша айтқанда. Жақсы. Деңгей бұрыннан программирование опыты, тәжірибесі бар болу керек пе, әлде түк білмей нөлден бастаса болды ма? Бола бере ма? Нөлден бастаса болады. Бұрынғы тәжірибесі болса, ол артық емес, бірақ кей жағдайларда артық болып қалуы мүмкін. Сондықтан нөл жеткілікті деп ойлаймын мен өзім. Не өтеміз дегеннің қысқа бір несін айтып жіберсем, JavaScript қой. Біз құралымыз ретінде соны үйрету, программалауды үйрету құралы ретінде біз JavaScript-ті таңдап отырмыз. Оған бірнеше себеп бар, оның барлығын айта жатамыз. Жақсы. Келесі видеоға қалдырайық оны, JavaScript деген не екенді. Келесі. Жақсы. Жалпы осы программирование және оның ішінде JavaScript программист қаншалықты керек мамандық. Осыны мен негізі өзім неден көрсете салайын да. Бізде HeadHunter деген сайт бар. Осы жерден адамдар жұмыс іздей алады өзіне. Соған JavaScript деп жазсаңыз болады. JavaScript деп жазсаңыз, найти работу. Так, қараймыз. Қай жерде? Нұр-Сұлтан қаласында дәл өз қазір 164 вакансия бар екен. Программист деген ол алыс қашықтықтан жұмыс істей береді. Осы Қазақстаннан отырып шетелдік жұмыстарды ала беруге болады. Сол себепті регионда алып тастап қарасақ та болады. Дәл қазір 9588 вакансия бар екен JavaScript бойынша. Енді оның айлықтары, енді мына жерде не имеет значение дегеннің бір 200 мың дегендерді айлық бар шығар. Егер региондарда болса 100 мыңнан басталуы да нормально новичоктарға. В общем, ауылдарда 100-ден, қалада 200-ден басталса, ары қарай 600 миллион, 300, 2 миллион, 2,7, 3,4 деген айлықтар бар екен. Шетелдегі айлықтар ғой, енді мына соңғы жақтары. Бірақ Қазақстанда 600 миллион деген айлықтар реалистичный. Сондай айлық алуға болатын, соған ұмтылуға болатын қатты бір немес, фантастикалық нәтиже емес айлықтар. В общем, қаншалықты JavaScript керек дегенге осындай жауап айтсақ болады. Жұмыс шүкір көп, және айлықтары да аз емес. Так. Енді шындық үшін басқа конкуренттермен салыстырып жіберейік. Мысалға Java-ны алатын болсақ, ол жақта айлықтарын көресіздер қазір. 3,9 дейді. Негізі бұдан да үлкен. Әлем бойынша Java-ның айлықтары ең жоғары бүкіл әлем бойынша. Солай ғой Досеке? Жоғарғылардың бірі шығар, басқа сайттарда шетелдік жұмыстар сайтын қарасақ, менің қарағандарым көбінесе осы ең топ айлық Java-да екен. Так. Енді вакансия жағынан да 7100 дейсіз. Жаңа 6500 бет, 900 бет қанша? Енді шамалас, осынша жұмыстың ішінде біреу сізге бұйырады ғой, 7000
Так, енді тағы бір конкуренті питонды көрейік. Питонның айлығы, так, оның да айлығы зор екен, жұмыс 9300 дейді. То есть JavaScript бойынша жұмыс питонға қарағанда сәл азырақ болып тұр. Питонға вакансия бойынша не көбірек екен. Вакансия саны көбірек екен. Сұраныс саны ма? Сұраныс көбірек екен. Енді PHP-ді алсақ 4600 дейді. Бағана 6000 бірдеңе болғанда, то есть JavaScript осылардың ортасында болып тұр ғой. PHP мысалға 4600 болып жатса, Python-дікі қанша еді жаңа? 9000 болып жатса, JavaScript-дікі 9300, 6000. JavaScript 9500 екен. Мен почему-то 6000 деп есіме сақтап қалыппын, қателесіп. JavaScript-те де көп екен вакансия. 9500 против 7000. JavaScript-тің жұмыс орны Java-дан әлдеқайда көп екен, 2000-ға. Бірақ Java-ның айлығы точно көбірек. Қысқаша осындай бір конкуренциядағы цифрларды айта салайын, чтобы мына курстарда қарап жатқан адам білсін, біз не үшін JavaScript-ті ұсынып жатырмыз? Себебі вакансия саны көп және новичок болып жұмысқа кіру оңай. Жақсы. Так, енді Досеке, сіз таныстырып өтсеңіз. Жаңағы қоса кететін нәрсе ретінде сіз ойлап қалма, аудитория ойлап қалмасын, JavaScript үйреніп аламын, болды, мен тек қана JavaScript өмір бақи жұмыс істеймін деген сияқты. Бұл қате пікір негізі. Жалпы біз мақсатымыз именно JavaScript үйрету емес, жалпы программалауды принциптарын үйрету. Жақсы. Сіз больше как программист үйретуге тырысасыз, бірақ мен почему-то сөйтіп бастап JavaScript-ке тартып кете береді, бір бүйіріп. Енді келесі пункт, сіз өзіңізді таныстырып өтсеңіз, және мен таныстырып өтсем өзімді. Жақсы, мен соңғы бір қанша жылдай, 6-7 жыл программист болып жұмыс жасап отырмын. Оған дейін 3 жылдай сол программированияны мектепте балаларға үйреткем, 7-ші класстың балаларынан бастап 12-ші классқа дейін. Өзім жалпы ең бірінші программалауды 8-ші класста үйрендім, Pascal тілінен мектепте үйреткенімізге. Жалпы солай, өзім тек үйретуші емеспін, өзім қазір күнделікті жұмыс жасаймын, осы нәрсенің ортасында жүрген адам, былайша айтқан кезде қазанында күйіп дей ма? Қайда жұмыс істеп жатқаныңызды айта аласыз ба, әлде ол жабық ақпарат па? Жақсы компанияларда жұмыс жасап жатырмын, өзім көңілімнен шығатын. Ары қарай айтпай қояйын дейсіз. Жақсы, жарайды. Осындай нәрсе болады, кейбір компанияларда айтқызады, кейбірде айтқызбайды, или адам жеке өзі де айтқысы келмеуі мүмкін. Бірақ жалпы Досеке туралы айтарым, жақсы программист, бұйыртса керек нәрселерді үйретеді деген үмітім зор. Өзімді айтатын болсам, программист болып істеп жатқаным 2013-тен бері 9 жылдай болып қапты. Негізгі мамандығым өзім университетте оқыған ол физрук. Мамандығым физрук болған, өмір бақи жүгірумен айналысқан, ес білгелі Қазақстанда бірнеше рет жүлдегер болдым. Кейін мектепте физрук болып мұғалім болып 2 жыл жұмыс жасадым. Кейін ол жақта айлық аз болғасын, өзім туған ағам программист еді, солының ақыл кеңесі бойынша физрукты тастап, самоучка болып өзім үйреніп бастадым и программист болып жұмысқа тұрып кеттім. Содан бері осы саладамын, үзбей жұмыс істеп келе жатырмын. Тоже мен де сол рынокта жүрген программистердің бірімін, және Досекең де мен де сол рынокта жүргендіктен как раз қандай проекттер болады және қандай тапсырмалар келеді оның ішінде, не нәрсе сұраныста, не нәрсе сұраныстан шығып бара жатыр, немесе енді келіп жатыр. Примерно шамамен сондай нәрселерді білгендіктен соған сүйене отырып, алдағы курстың мазмұнын құрып отыратын боламыз. Егер де осы бағана айттық, тағы да айта салайық, егер де
тура барлығын дұрыс орындап, дұрыс түсініп, түсінбей қалған жеріңізде сұрақ қойып, сұрап, барлығын жақсы бекітіп шықсаңыз, жұмысқа тұруға деңгейіңіз жетеді деген үміттеміз. Жарайды, Досеке, осы жерден видеоны бір тоқтатып, келесі видеоға көше берсек бола ма? Әлде кішкене көрсетіп жіберейік пе, әлде ана файл? Жоқ, осы. Бір пауза. Осы жеткілікті деп ойлаймын бірінші. Жақсы, барлықтарыңызға рахмет. Келесі видеода көріскенше.